2021 жылдың 20-21 желтоқсан күндері Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде жаратылыстану және география институты биология білім бағдарламасы тобының ұйымдастыруымен орта және жоғары мектептерде биологиялық және экологиялық білім берудің өзекті мәселелері, инновация және тәжірибе тақырыбындағы педагогика ғылымдарының докторы профессор Жұмаділ Байділдаұлы Шілдебаевтың 75 жылдық мерейтойына арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы өтті. Шараның ашылу салтанатын университеттің басқарма төрағасы ректор Дархан Нұрланұлы Билялов алғы сөзбен бастап, конференция қатысушыларына сәттілік тілеп құттықтау лебізін білдірді. Сондай-ақ жаратылыстану және география институтының директоры Күләш Қаймолдинова конференцияның отандық және шетелдік қонақтармен таныстырды. Конференцияға университеттің ғылыми жұмыс және халықаралық ынтымақтастық жөніндегі проректор Ақтолқын Құлсариева, зерттеу қызметі жөніндегі проректор Ермек Бөрібаев, академиялық мәселелер жөніндегі проректор Мақтағали Бектемесов және ректор кеңесшісі Жанатбек Шпекбаев қатысып, халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция пленарлық отырыспен жалғасын тапты. Пленарлық отырыста Мәскеу қалалық педагогикалық университеті биология және адам физиологиясы кафедрасының меңгерушісі профессор Сергей Суматохин, Түркия Кершихер Ахи Евран университетінің профессоры Акан Кадир, Герцен атындағы Ресей мемлекеттік педагогикалық университеті өмір қауіпсіздігі факультетінің деканы профессор Петр Станкевич, Танк атындағы Беларусь мемлекеттік педагогикалық университетінің профессоры Анжела Путик, Евразия халықаралық медициналық университетінің ОТЖ проректоры профессор Дален Бабаев, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры Наштай Мухиддинов, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры Нұртай Торманов және Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің қауымдастырылған профессоры Базархан Иманғалиева қатысып, өз баяндамаларын жасады. Шарада зерттеу қызметі жөніндегі проректор Ермек Бөрібаевтың қатысуымен профессор Жұмаділ Шілдебаевтың ғылымдағы ғибратты ғұмыр атты монографиялық еңбегінің тұсаукесу рәсімі өтті. Пленарлық отырыста спикерлер қазіргі білім мен ғылымның проблемалары туралы өзекті мәселелерді көтеріп, өз ойларымен бөлісті. Ректорат басшылығы мерейтой иелеріне шапан жауып, гүл шоқтарын ұсынды.